Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ашытқысыз бауырсақ жасайтын боламыз, қыздар. Ашытқы қоспасаңызда өте керемет жұмсақ әрі үлпілдеп, және де осылай көтеріліп тұратын болады. Міндетті түрде осы тәсілмен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ең алдымен ыдысымызға айранды құйып, оның үстіне содамызды салып, осындай реакция болғанша 15-20 минутқа қойып қоямыз. Содан соң ыдысымызға тұз және де қалауыңызша қант, қатты тәтті болғанын қаласаңыз көбірек қоссаңыздар да болады. Және де бір жұмыртқа, бір ас қасық майонезімізді салып, жақсылап барлығы біріккенше венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Барлық қоспаларымызды біріктіріп алғаннан соң, міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды алып, осылайша аз-аздан сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз міндетті түрде жұмсақ, қатты қолға жабыспайтын болып шығады. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, видеоларымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп отырыңыздар, әрі тегін лайктарыңызды аямай басып, пікіріңізді қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып отырыңыз. Мінекей осылайша қамырымыздың басы біріккеннен соң столдың үстіне шығарып илесек те болады. Бізде егерде қолыңызға қатты жабысып тұрса, осылайынан үстінен ұн сеуіп, жақсылап иін қандырып илеп алатын боламыз. Қамырды жақсылап иі қанғанша осылай жұмсақ етіп илеп аламыз, қыздар. Қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр болады. Және де ыдысымызға салып, бетін пищевой пленка немесе пленкамен жауып 20-30 минутқа майымыз қызғанша тындырып қоятын боламыз. Неке қыздар, біздің қамырымыз дайын, осындай жұмсақ қамыр болып шығады. 2-ге немесе 3-ке бөліп жайып, және де 4 бұрышты немесе қалауыңызша домалақ етіп кесіп дайындап қоятын боламыз. Бауырсақтарымыздың қамырын дайындап алдық. Келесі кезекте табамызға майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз, қыздар. Содан соң орташа отта бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Біздің бауырсақтарымыз сап-сары, өте дәмді, жұмсақ болып шығады, қыздар. Қатты күйдірудің қажеті жоқ. Айранға илегендіктен сап-сары болып, өте әдемі болып шығады. Бауырсақтарымызды пісіріп жатқан кезде, қыздар, астын қатты отқа қоюдың қажеті жоқ. Орташа отта, бірақ қатты да жай болып қалмасын. Пешіңіздің қызуына қарайсыз, орташа отта осылай сап-сары етіп пісіріп алатын боламыз. Неке қыздар, біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, керемет болып шығады, қыздар. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Асыққан кезде немесе аяқ асты қонағыңыз келіп қалса, ашытқысыз өте тез арада дайын болады, қыздар. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікіріңізді қалдырып, каналыма тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.